Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Мотивацияны қайдан алуға болады? Мен мотивацияны қайдан аламын? Біріншіден, мотивация деген бір нәрседен алынатын зат емес. Оны еш жерден таба алмайсың. Мотивацияны тек сезінуге ғана болады. Мотивация жайлы әр адамның ойлары әртүрлі. Кей адамдар оны өзге нәрселерге істеуге көмектесетін тылсым күш десе, өзгелер мақсатқа жетерде көмектесер көмекші дейді. Маған көп сұрақтар келді. Сен мотивацияны қайдан аласың? Каналды ашуға не түрткі болды деген. Осы көптеген сұрақтарға жауабым ешқайдан. Түсінесіздер ме? Мен мотивацияны белгілі бір нәрседен алмаймын. Мен үшін мотивация деген нәрсе жоқ сияқты. Барлық істерді, әрекеттерді мотивация керек деп тоқтатып қоятын адамдар қатарынан емеспін. Барым осы. Канал ашуға да өзгелерге өз ойымды жеткізуді қалау ниетім түрткі болды. Менің мотивациям ол менің ішкі қалауым. Шынайы ниетім. Ниет бар болса болды. Ниет бар ма? Істеледі, жоқ па жоқ. Егер сен шынайы жетістікті қаласаң, оған қарай жылжыған қадамың мотивация болады. Мүмкін кей адамдар өз ниетін мотивация арқылы оятар. Әрине, бес саусақ бірдей емес, сол себепті барлығына топырақ шашуға болмайды. Мотивацияны керемет кітаптан, керемет адамнан, әлемдік мәселеден алуға болады деген қате түсінік. Себебі мотивация өз діттеген мақсатыңа жету жолында пайда болады. Немесе өзіңе өзің мотивация бола аласың. Олай дегенім, шын жүрекпен, бар ниетпен қалаған ісіңе сен өзің қаласаң ғана жетесің. Ниетің адал болса, тиетіні де адал болады демекші. Сонымен, мотивация деген сүйген ісіңнен алынған нәтиже болады. Әрине, білгенімнен білмегенім көп. Осылай саған 1% болсын көмектестім деген ойдамын. Егер барлығы ұнаса, арнаға тіркел және де лайк бас.